Сайын Шапағатов мектеп гимназиясы. 9 сынып оқушылары. Абайтану факультативті курсының мұғалімі Сүбәлиева Балым Маралбекқызы. Сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы. Сабақта қол жеткізетін мақсатымыз ұлы ақын Абайдың өмірі мен шығармашылығымен танысу. Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, қазақтың жазба әдебиеті мен ауыз әдебиетінің негізін қалаушы Абай 1845 жылы Шыңғыстауды жайлаған Тобықты руында дүниеге келген. Құнанбайдың, яғни Абайдың әкесі, 4 әйелі болған. Бәйбішесі Күнке одан бір ұл құдай берді. Інісі қайтыс болғаннан кейін Құнанбай Ұлжанды әмеңгерлікпен алған. Ұлжаннан Тәңірберді, Абай, Ысқақ пен Оспан дүниеге келеді. Үшінші жары Айғыздан Халиолла мен Ысмағұл дүниеге келеді. Осы себепті Абайдың айтатындай атадан 6-аумыз, анадан 4-еуміз дейтіні содан балалар. Әкесі Құнанбай қартайған шағында алған Нұрғанымнан бала болмаған. Болашақ ақын ел анасы Зере әжесінің аңыз әңгіме ертегісін тыңдап, сөзге шешен анасы Ұлжанның тәрбиесін көріп өсті. Әкесінің демеуімен салдыртқан ескі қоныста Ескітам деген медреседе алғашқы сауатын ашты. Содан соң ауылдағы Ғабитхан деген молдадан білім алды. 10 жасқа толғанда Ахмет Реза медресесінде 3 жыл оқыды. Абай дін оқуымен ғана шектеліп қана қоймай, өз бетінше білімін жетілдіріп, шығыстың Әлішер Науаи, Низами, Сағди, Хафиз, Физули сияқты ұлы ғұламалардың шығармаларымен танысты. Абайдың білімге құштарлығы соншалық, бала күнінде жаттаған өлеңдерін қартайған шағына дейін ұмытпады. Абай алғашқы өлеңін 10 жасында жазып бастады. Ал ақындық қуатын танытқан үлкен шығармаларының бірі Қансонарда. Абай өлеңдері ішінде көркемдік бітімі жағынан ерекшеленіп тұрған үздік туындылары өте көп балалар. Оны өздеріңде білесіңдер. 8 аяқ, Қансонарда шығады бүркіт шаңға. Қалың елім қазағым қайран жұртым. Желсіз түнде жарығай. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Сияқты өлеңдерінің әр қайсының тың дүние, шығармашылық жаңалық балалар. Абай мысал өлеңдерін шебер жаза білді. Ақын осы жанр арқылы қазақ халқының сол кездегі өмірін, адамдардың мінезі мен іс-әрекетін сатиралық бейнелермен көркем жеткізді. Абай поэма жанрында аса жоғары деңгейде меңгерген. Оған дәлел өздерің білетін Ескендір, Масғұт, Әзім шығармалары. Абайдың іргелі еңбектерінің бірі әрі бірегейі қара сөздер балалар. Осы сөздердің бірнешеуі алғаш рет 1918 жылы Семейде шыққан Абай журналында жарық көрді. Соңынан Абайдың қара сөздері орыс, қытай, француз тілдерінде аударылды. Бүгінде Абайдың 45 қара сөзі бар. Балалар, қазақтың ұлы, маңдайалды ақыны Абайдың өмірбаянын, еңбек жолдарын 40 минуттық сабаққа сыйдыру мүмкін емес балалар. Сондықтан да әр сабақ сайын Абайдың өміріне, шығармаларына тоқталып отырамыз балалар. Бүгінгі үй тапсырмасы балалар осы Абайдың қара сөздеріне байланысты болмақ. Қара сөздерін оқып 17-ші қара сөзіне тоқталып, келесі сабақта маған түсінгендеріңді айтып бересіңдер балалар. Ал балалар, келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар, амандықта жүздесейік. Сау болыңыздар. Бүгінгі жаңа сабағымыз түсінікті деп ойлаймын. Үй тапсырмасы тағы да түсінікті деп ойлаймын балалар. Сау болыңыздар.